Сәлем достар, сіздермен teacher Мәке. Бүгін Present Simple'ның 9-шы практика сабағын жалғастырамыз, бастаймыз. Сол бүгін біздің әлі де Present Simple'дағы әрекет жоқ сөйлемдерге қарап жатырмыз. Бүгін мамандықтарға қарап кетеміз. Яғни мамандықтарға қатысты мен сіздерге бірнеше жаңа сөздерді енгіземін практикамызға. Және әрекет жоқ сөйлемдерде тек қана am, is, are жетістіктерін қолданамыз. Егерде жаңадан қосылып жатсаңыз осы видеоға, алдыңғы видеоларды көрмесеңіз, мен сізге сол алдыңғы видеоларды көргендеріңізді қалаушы едім. Себебі біраз алдында бірінші 4-5 сабақта теория болды. Енді мына қалған сабақтар практика болады. Сол үшін түсінбесеңіз, толығымен алдыңғы видеоларын көріңіз. Сонда сіз present simple не екенін түсінесіз, әрекет жоқ сөйлем не екенін түсінесіз. Келе ме? Сол бүгін практика ғой, бұл мақсатымыз осы практика видеолардың мақсаты сіздердің сөйлеу қабілетіңізді жақсарту ағылшын тілінде. Сол ең біздің ең маңызды мақсатымыз. Сол үшін көп практикаға уақыт бөліңіздер. Басқа шақтарға өтпей тұрып, present simple'ды әбден тоздырту керек. Және present simple'ды сіз басқа шақтарға бармай тұрып, кәдімгідей элементарный нәрселерді сұрай алуларыңыз керек. Болымсыз сөйлемдер құра алуыңыз керек. Және болымды сөйлемдерде құру мүмкіндік болу керек. Келме? Сол үшін ойланбастан көп уақыт осы present simple'ға бөліңіздер. Менің кеңесім. 12 шақ деп, сол шақтарды қумаңыздар. Present simple'дың ең маңызды фундамент шақ бұл. Сол үшін осыған көп уақыт бөліңіздер. Және біздің практикамыз қалай өтеді? Мен сіздерге қазақшасын айтам. Ал сіздер болса маған сол сөйлемнің ағылшынша аудармасын айтуға тырысасыздар. Соны дауыстап айтсаңыздар да болады. Және бұл видеоны міндетті түрде жаңа алдындағында айтқандай көріп отырудың қажеті жоқ. Тыңдап бара жатып ағылшын тіліңізді практика етсеңіз болады. Мысалы, бір жақта машинада болсын, автобуста болсын, жүріп бара жатып болсын, жатып, мүмкін төсекте жатып, тыңдап, подкаст ретінде тыңдауға болады. Сол, бірінші сөйлеміміз. Мен мұғаліммін. Мен мұғаліммін. Мен мұғаліммін. Осыны ағылшынша айтып көріңіздер. Қалай болады? I am a teacher. Мамандықтарға article an мен қолданамыз. Қашан жекеше түрде келеді ғой? Мұғалімға қолданамыз. Мұғалімдер қолданбаймыз. Тек қана жекеше түрде келгенде. Сонда I am a teacher. Мен мұғаліммін. I am a teacher. I am a teacher. I am a teacher. Енді сұрақ. Мен мұғаліммін ба? Мен мұғаліммін ба? Мен мұғаліммін ба? Қалай болады? Мен мұғаліммін ба? Осыны айтып көріңіз ағылшынша. Мен мұғаліммін ба? Етістікті біз бірінші орынға қоямыз дедік. Am, is, are етістігін біріншіге қоямыз. Сол кезде бізде сұрақ туындайды. Am I a teacher? Мен мұғаліммін ба? Am I a teacher? Мен мұғаліммін ба? Және сонда am I a teacher? Am I a teacher? Am I a teacher? Am I a teacher? Келесі. Сен студентсің. Сен студентсің. Сен студентсің. Қалай болады? You are a student. You are a student. You are a student. You are a student. Ұмытпаңыздар, студент деген сөзді біз яғни университетте оқып жүрген кісіге де қолдансақ болады. Сол секілді мектепте оқып жүрген шәкіртке студент деп айтсақ та болады. Келе ме? Осы Қазақстандағы терминмен шатастырмаңыздар. Термин бізде тек қана университетке арналған сөз, бұл студент.
Ал Америкада студенттер балаларға айтады, мектепте оқып жүрген және университетте оқып жүрген жастарға да айтады. Сонда you are a student, сен студентсің. Келесі. Сонда бұл сен студентсің, болмаса сен шәкіртсің дегенде мағынаны білдіріп тұр. Көрдіңіздер ме? Сен студентсің ба? Сен шәкіртсің ба? Қалай болады? Сен студентсің ба? Сен студентсің ба? Are you a student? 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 Сен студентсің ба? Ол, яғни әйел адам, ол receptionist. Reception'да отыратын кісі. Ол receptionist. She's a receptionist. She's a receptionist. She's a receptionist. She's a receptionist. Ол receptionist ба? Ол, яғни әйел адам, ол receptionist ба? Is she a receptionist? Is she a receptionist? Is she a receptionist? Келесі сөйлем. Біз зауыт жұмысшыларымыз. Біз зауыт жұмысшыларымыз. Қалай болады? Біз зауыт жұмысшыларымыз. We are factory workers. We are factory workers. We are factory workers. We are factory workers. Және қараңыздар, осылай жазады кейбірлер. Көрдіңіз бе? Осылай. Worker деп қалдырып кетеді. Бұл, мына жер, көрдіңіз бе? Бұл қате. Себебі біз болған соң жұмысшыларымыз көпше түрде келу керек. Сонда бұл қате. Дұрысы S-ті қоюымыз керек. We are factory workers. We are factory workers. Енді келесі, біз жұмысшыларымыз ба? Біз зауыт жұмысшыларымыз ба? Біз зауыт жұмысшыларымыз ба? Are we factory workers? Are we factory workers? Are we factory workers? Келесі сөйлем. Келесі сөйлеміз. Олар полициялықтар. Олар полициялықтар. Не полицейские. Қалай болады? Көше түрде. Олар полиция. Көпше түрде келіп тұр. They are policemen. Байқайсыздар ма? Мына жерде полициялық біреу. Мен жазды мына біріншісінде, мына жерде. Ал мына жерде мен жаздық. Сонда көпше түрде келіп тұр. Сонда біреусі полицейский болса, біреусі полицейские. Полиция, полициялық, полиция көпше түрде келіп тұр. Сонда айырмашылығын айтылуында қандай? Алдында айтқан едік қой, бірінші мына мен келсе, ол болып оқылады. Policeman. Ал көпше түрде келсе, policeman болады. Болып кетеді. Сонда мына жерде дегенге ұқсас, мына жерде ға ұқсас. Сонда policeman. Айырмашылығын байқайсыздар ма? Сонда біріншісінде екіншісінде Келесі сұрағымыз. Мен официантпын ба? Мен официантпын ба?
Мен официантпын ба? Am I a waiter? Am I a waiter? Am I a waiter? Ер адамға қолданамыз, әдетте waiter. Am I a waiter? Мен официантпын. Болымды сөйлем. Мен официантпын. Қалай айтасыздар? Мен официантпын. I am a waiter. 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 Мен енді, бұны әйел адам қалай айтады? Я официантка деп қалай айтады? Мен официантпын. Бірақ әйел адам. Я официантка. Мен официанткамын. Мен официанткамын. Қалай болады? I am a waitress. I am a waitress. I am a waitress. Мен официанткамын. I am a waitress. I am a waitress. Енді айтып көріңіз келесі. Мен официанткамын ба? Мен официанткамын ба? Am I a waitress? Am I a waitress? Am I a waitress? Good. Am I a waitress? Келесі. Ол, яғни ер адам, ол таксист. Ол таксист. Ол ер адам, таксист. He's a taxi driver. He's a taxi driver. He's a taxi driver. He's a taxi driver. Ол таксист ба? Сұрақ. Ол таксист ба? Ол таксист ба? Is he a taxi driver? Is he a taxi driver? Is he a taxi driver? Ол таксист ба? Келесі. Сен журналистсің. Сен журналистсің. Сен журналистсің. You are a journalist. You are a journalist. Сен журналистсің. Сен журналистсің ба? Сен журналистсің ба? Сен журналистсің ба? Are you a journalist? Are you a journalist? Are you a journalist? Сен журналистсің ба? Сендер журналистсіңдер. Сендер журналистсіңдер. Сендер журналистсіңдер. Қараңыздар, сен мен сендердің айырмашылығы жоқ. Екеуде you, бірақ мағынасы екі түрлі. Біреусі you, сонда you-дің екі түрі бар. Біреусі сен, біреусі сендер. Және қараңыздар, сендер журналистсіңдер дегенде біз s-ті қосып жатырмыз. A артиклін алып тастадық та, мына жерде A артиклі жоқ. Және мына жерде соңында біз s-ті қойып жатырмыз. Түсіндіңіздер ме? An артикл болса, s жалғауы жоқ. S жалғауы болса, A артиклі жоқ. Осыны ұмытпаңыздар. Сендер журналистсіңдер. Сендер журналистсіңдер ма? Сендер журналистсіңдер ма? Қалай болады? Келесі сөйлеміз. Сендер журналистсіңдер ме? Сендер журналистсіңдер ме? Are you journalists? 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 Ағылшын тілінде медсестра деген сөз бар, медбике, nurse дейміз, оны. Бірақ ол сөзді біз тек қана әйел адамға ғана қолданбаймыз, ер адамға да қолдансақ болады. Медбрат деп жатады ғой, енді қалай қазақшасы, медбауыр дей ма? Сол nurse деген сөзді біліңіздер. Оны әйелдерге де қолданамыз, және медсестра және ер адамдарға да қолданамыз. Себебі ақш-та, Европада медсестра тек қана әйел адам емес, ер адамдар да болады көп өте.
кең тараған. Сонда біз медсестрамыз. Солай аударайық, біз медсестрамыз. Қалай болады? Біз медсестрамыз, біз медбикелерміз. Біз медбикелерміз. We are nurses. We are nurses. We are nurses. Biz medbikelerimiz bе? Biz medbikelerimiz bе? Are we nurses? Biz medbikelerimiz bе? Are we nurses? Are we nurses? Are we nurses? Келесі сөз. Ол пенсионер, яғни ер адам туралы айтып жатырмыз. Ол пенсионер. He's a pensioner. He's a pensioner. He's a pensioner. Ол пенсионер. He's a pensioner. Ол пенсионер ма? Ол ер адам туралы айтып жатырмыз. Қалай болады? Ол пенсионер ма? Is he a pensioner? Is he a pensioner? Is he a pensioner? Is he a pensioner? Мен мұғалім емеспін. Мен енді сұрақтарға барайық. Мен мұғалім, болымсыз сөйлемдерге, емес дегенді not дейміз, not. Ағылшын тілінде present simple бар жерде, әрекет жоқ сөйлемдерде, яғни эмис бар жерде do мен doesn't-ты қолданбаймыз. Сонда doesn't пен және don't, do, does осы сөздерді қолданбаймыз. Болымсыз қылу үшін біз тек қана not-ты қолданамыз. Doesn't емес, does not, do not емес, тек қана not-ты қолданамыз. Шере ме? Сонда мен мұғалім емеспін. Сонда емес ол not-қа теңеуге болады. Сонда мен мұғалім емеспін. I'm not a teacher. I'm not a teacher. Мен мұғалім емеспін. I'm not a teacher. Сен студент емессің. Сен студент емессің, болмаса сен шәкірт емессің. Қалай болады? Сен шәкірт емессің. You are not a student. You are not a student. You are not a student. Сен студент емессің. You are not a student. Сен студент емессің. Келесі сөйлеміміз. Біз зауыт жұмысшылары емеспіз. Қалай болады? Біз зауыт жұмысшылары емеспіз. Біз зауыт жұмысшылары емеспіз. Айтып көріңіздер. We are not factory workers. We are not factory workers. Біз зауыт жұмысшылары емеспіз. We are not factory workers. Келесі. Ол ер адам. Ол полиция емес. Ол полиция емес. Man. Man. Мен жазамыз, He's not a policeman. Ол полиция емес. Олар полиция емес. Олар полициялар емес. Олар полициялар емес. They олар полициялар емес. They are not policemen. Деп айтамыз, Иді дейміз, иді дейміз. They are not policemen. He is not a policeman. They are not policemen. Сонда Келесі. Мен официант емеспін. Ер адам, Мен жарайды, әйел адам болсын, ер адам болсын, бәрі. Мен бірінші ер адам дейік. Мен официант емеспін. I'm not a waiter. I'm not a waiter. I'm not a waiter. Мен полиция. Мен официант емеспін. Мен официантка емеспін. Әйел адам айтып жатыр. Мен официантка емеспін.
I'm not a waitress. I'm not a waitress. I'm not a waitress. I'm not a waitress. Ол таксист емес. Таксист емес. Мысалы, біреуді көріп қалдыңыз, соны шақырып жатырсыз, такси деп ойладыңыз. Сіздің досыңыз айтады, ол таксист емес, ол жетіп тұрған адам деген сияқты. Біз қалай айтамыз? Ол таксист емес. He's not a taxi driver. He's not a taxi driver. He's not a taxi driver. Келесі. He's not a taxi driver. Қайталап отырыңыз, иә? Келесі, сен журналист емессің. Сен журналист емессің. You are not a journalist. 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 Келесі, сендер журналист емессіңдер. Сендер журналист емессіңдер. Сендер журналист емессіңдер. Осыны ағылшынша айтып көріңіздер. You are not journalists. You are not journalists. Байқасаңыздар, екі you бар. Біріншісі you, ол жекеше түрде келген сен есімдігі. Ал екінші you, ол сендер деген сөзді білдіреді. You are not a journalist. Сен журналист емессің. You are not journalist. Сендер журналист емессіңдер. Сонда осыны білеміз. Сол достар, осы біздің қаншаншы 9-шы сабағымыздың соны. Ұнаса лайк, subscribe және үй тапсырманы болмаса комментарий жазып кетіңіздер. Үй тапсырманы осыны астында жазылып тұр. Видеоның description'да қандай үй тапсырма бар екен. Соны орындап көріңіздер, жарай ма? Келесі видеоға шейін. Take care.